Англия мен Ресейдегі абсолютизм. Экономикалық дамуы. Англияда капиталдың алғашқы қорлануы қызу қарқынмен жүрді. Жерлер жекеменшік қой жайылымдарына айналды. Бұрын сыртқа қой жүндерін ғана шығарылса, енді 16 ғасырда шұға шығарыла бастады. Шұға тоқу ісінің өркендеуі бұл мануфактураның дамуына байланысты болды. Ол мата, жібек, тау-кен өндірісінде, металл өңдеуде кең өріс алды. Қоғамда еңбек бөлінісі дамыды және ұлттық рынок қалыптасты. Король Генрих III Теодор қайыршылық пен қаңғыбастыққа қарсы жарлық шығарды. Жарлық бойынша қайыршылар қандай да бір жұмысқа орналасуы керек болды, немесе ол жекелеген отбасыларына малайлыққа берілетін болды. Бұл аталған шаралардың барлығы Англияда Европаның басқа елдеріне қарағанда капиталистік қатынастардың тез дамуына себеп болды. Капиталистік қатынастардың тез дамуына сыртқы сауданың өсе түсуі, отарды басып алу да үлес қосты. Ирландияны жаулап алу жүргізілді. 1607 жылы Америка құрама штатындағы Виргинияда Англияның алғашқы отарының негізі қаланды. Теңіз саудасында үстемдікке жету үшін флот құрылды. Испаниямен соғысы 1588 жылы Англия флоты Испанияның жеңілмейтін армадасын талқандады. 16 ғасыр мен 17 ғасырдың бірінші жартысындағы Англияның саяси дамуы 1485 жылдан 1603 жылға дейін Англияны Теодорлар әулетінен шыққан корольдер биледі. Король билігі күшейді, тәуелсіз сипатқа, яғни тежеусіз сипатқа ие болды. 8 Генрих 1534 жылы Англия шіркеуін Римге бағынудан азат етті. Шіркеу енді басшы король деп жарияланды. 8 Генрих алым-салық жинайтын арнайы палата құрды. 1535-1558 жылдары 8 Генрихтің қызы Мария Теодор билік құрады. Ол қаншер деген атқа ие болды. Реформация қайраткерлерін қуғынға салған үшін. 8 Генрихтің екінші қызы 1 Елизабетті 1558-1603 жылдары аралығында биледі. Оның билік еткен жылдары ағылшын абсолютизмі ерекше нығайды. Шіркеу ұлттық деп танылды. Абсолютизмнің басты тірегіне айналды. 1607 жылы Англияның мемлекеттік әнұраны қабылданып, алғаш рет орындалды. Теодорлар саяси жағынан бүкіл елдің өзінің қол астына біріктірді. Бүлікшіл ақсүйектердің қарсылықтарын тұншықтырды. Сауданың өріс алуын қолдады. Отандық өндірістің өркендеуін қолдап, басқа елдерден әкелінетін даяр бұйымдарға жоғары баж салығын салды. Теодорлар шикізат пен азық-түлік экспортына тыйым салды. Теодорлардың тұсында ағылшындардың отарлық экспансиясы күшейді. 1607 жылы Виргинияда ағылшындық отардың негізі қаланды. 1603 жылы 1 Елизабетті қайтыс болғаннан кейін таққа стюарттар әулеті отырды. 1603-1625 жылдары 1 Яков, 1625-1649 жылдары 1 Карл билік етті. Бұл билік құрған кезде абсолютизм дағдарысқа ұшырады. Феодалдық қатынас ыдырап, елде ірі кәсіпорындар пайда бола бастады. Кедейленген шаруалар бірте-бірте жалдамалы жұмысшыға айнала бастады. Буржуазиялық революцияның экономикалық және саяси және идеологиялық алғышарттары қалыптасты. Ағылшын буржуазиялық революциясы 1640 жылдан басталды. Бұл адамзат тарихындағы жаңа кезеңге жол ашты. Мәскеу князьдігінің күшеюі 13 ғасырдың аяғы мен 14 ғасырдың басында орыс жерінде бірлік болмады. Моңғол татарларға бағынышты болып қала берді. 14 ғасырдан басынан бастап ежелгі орыс жерін
шет аймақтары әлсіреп, орталық Мәскеу, Тверь князьдіктерінің орманды және өзендермен қоршалған жері жау шапқыншылығына аз ұшырады. Мәскеу қаласы ірі қол өнер орталығына айналды. Қолайлы жерде орналасқан және орталықта орналасқан Мәскеу князьдігіне шаруашылық, сауда тез дамыды. Халық саны көбейді. 1301 жылы Коломнаны, 1303 жылы Смоленск жерін және Можайск князьдігін Мәскеу князьдігіне қосып алды. Мәскеу өзені түгелдей князьдік жеріне қарады. Бұл сауданың өсуіне жағдай жасады. Мәскеу князьдігі күшейген сайын оның көршісі Тверь князьдігімен арасындағы күрес шиеленісе түсті. Тверьде 1327 жылы Алтын Орданың алым-салық жинаушыларына қарсы халық бас көтергенде Мәскеу князі Иван Калита осы оқиғаны өз мүддесіне пайдаланып қалды. Алтын Орда жасақтарымен бірге Тверь көтерілісін басуға қатысқан Иван Калита Алтын Орда ханы Өзбектің сеніміне ие болды. 1328 жылы Иван Калита ұлы князь атағын алды. Жиналған салықтан Мәскеу жерін күшейту үшін Иван Калита өзіне көп қалдырып отырған. Сондықтан халық оны Қалталы Иван деп атады. Ол шіркеуді өзі жағына тартып, орыс жеріндегі бар діни билікті Мәскеу шіркеуіне бағындыра бастады. Митрополь Владимирден Мәскеуге көшіп, Мәскеу князьдігінің саяси тұрғыда күшеюіне үлкен үлес қосты. Куликова шайқасы 1378 жылы Мамай бастаған моңғол татар әскерлері Рязань жеріне Божа өзенінің бойына біріккен орыс әскерімен жеңіліске ұшырайды. Алтын Орданы орыс жерін әлсірей бастаған үстемдігіне қайта қалпына келтіру үшін Мамай Руське 1380 жылы аса көп әскер аттандырады. Ол Руське қарсы Литва князі Егайломен одақ құрады. 1380 жылы 8 қыркүйекте ертеңгісін шайқас басталады. Бұл шайқас ең ірі шайқастың бірі болды. Шайқасқа орыс жағынан 120-150 мың, ал моңғол татарлар жағынан да осы шамада адам қатысады. Куликова шайқасы орыс әскері үшін де оңай түскен жоқ. Бірақ халықтың қолдауы, бірлік пен ерлік жеңіс әкелді. Князь Дмитрийге осы шайқаста жеңген ерлігі үшін халық Донской деген атақ берді. Үшінші Иван кезінде бастаған орыс жерін біріктіру Куликова шайқасынан кейін одан әрі жалғастырылды. Үшінші Василий Иванович князьдік еткен тұста орыс жерлерін Мәскеу төңірегінде бірігуді жедел қарқынмен жүрді. 1485 жылы Мәскеу князьдігінде Тверь, Псков жері біріктірілді. 1514 жылы Рязань жері қосылды. Еділ бойындағы Мари, Модва, Коми, Карель халықтары бағындырылып, Ресей көп ұлтты мемлекетке айналды. Ұлы Василий князь өлгеннен кейін орыс мемлекетінде өкімет билігі үшін күрес күшейе түсті. Таққа сөз жүзінде 3 жасар 4-ші Иван ие болды. Іс жүзінде мемлекеттің оның шешесі Елена Глинская мен оның кеңесшілері басқарды. Ал 1547 жылы 4-ші Иван орыс мемлекетінің патшасы атанды. Ол самодержавияны нығайту үшін 1549 жылы жаңадан заңдар жинағын шығарды. Бұрынғы Боярлар думасының орнына Зем соборын құрды. Боярлардың саяси билігі төмендетіліп, дворяндардың билігі күшейтілді. Әскери реформа жүргізіліп, Ресейде тұрақты армия құрылды. 1550 жылдан бастап шаруалар өз жерінен кетуге рұқсат алды, бірақ ол иелерінен алынған қарызды толық құтылған кезде ғана жүзеге асты. Ресей бір орталықтанға бағындырылған мемлекетке айналды. Абсолюттік монархия елді орыс дворяндарына сүйеніп басқарды. 4-ші Иванның кезінде Боярлар думасының беделі әлсіреп, абсолютті монархия шексіз билікке ұласты. Патша шіркеу билігін де өз қолына алды. Опричнинаның арнаулы сенімді адамдардан тұратын әскери жүргізді. Опричнина оприч сөзінен шыққаны басқа, айрықша деген мағынаны білдіреді. Ауыспалы мағынасы жүгенсіз кеткен орта. 4-ші Иванның кезінде халық наразылығымен қатар
боярлардың қарсылығы күшейді. 4-ші Иванды халық Грозный деп атады. Ол елде опричнина саясатын енгізді. Ол бойынша мемлекеттік жерлер патшаны қолдаған сенімді адамдары орналасқан